Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын ленивия голубцы тамағыны сіздермен бірге дайындайтын боламын. Ең алдымен керек заттарымызды, көкөністеріміздің барлығын осылай дайындап алдым. Бізге капуста, пияз, сәбіз, укроп, бір жұмыртқа, қайнатылған күріш және фарш қажет болады. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығыны жақсылап турап, теркадан өткізіп алатын боламыз. Пиязымызды төртбұрыштау етіп турап алдым. Пиязымызды турап алған соң, сәбізімізді ірілеу етіп теркадан өткізіп аламыз. Екеуін дайындап болған соң, мен капустамызды яғни турайтын боламыз. Капустамызды да пиязға ұқсатып, майдалау, төртбұрыштау етіп турап аламыз. Капустамызды турап алған соң, табағымызға салып, үстінен қайнап тұрған суды құйып, 10 минуттай, 10 минут немесе 15 минуттай осылай қайнаған суға салып қоятын боламыз. Яғни капустамыз духовкаға салған кезде жұмсақтау, әдемі болып піседі. Енді пиязымыз бен сәбізімізді сковородкаға май құйып, қуырып алатын боламыз. Алдымен пиязымызды салып қуырамыз, қатты қуырылып кетпесін, жай сәл ғана қуырсақ жеткілікті. Пиязымыздың үстінен мен 2 қасық қызанақ пастасын, яғни томатымызды салып алдым. Томатты салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстінен теркадан өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластырып қуырамыз. Сәбізімізде міндетті түрде қатты қуырылып кетпесін, сәл ғана қуырсақ болды. Енді өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай тұз, шекер салып алсаңыздар болады. Яғни мен тұз және 1 ас қасықта қатты толтырмай шекер салып алдым. Яғни кәдімгі лечо салатымыздың дәмін береді. Енді қуырып болған соң, мен жартысынан көбіні тарелкаға салып алдым. Осылай тарелкаға салып аламыз, ал қалған азғантай бөлігінің үстінен су құйып, 5-10 минуттай төмен отта қайнатамыз. Суымызды азғантай құйсақ жеткілікті, қатты сәл ғана осылай батыңқыраса болды. Енді өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен 1 қасық базиликпен 1 шай қасықта және жарты шай қасықтай ащы паприканы салып алдым. Енді біраз уақытқа қойып қоямыз. Енді фаршымызды салдым, үстінен қайнатылған күрішімізді салдым, оның үстінен пияз бен сәбізімізді жаңа қуырған, соны салып алдым. Және капустамыздың суын жақсылап төгіп тастап, осылай капустамызды салып, үстінен 1 жұмыртқамызды жарып жібердім. Және өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай укроп, тұз және де басқа дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен қара бұрыш салдым. Енді қолымызбен жақсылап тұрып, мұжып араластыратын боламыз. Міндетті түрде қолдарыңызбен араластырыңыздар. Енді дайын болған осы затым жаңағы салмамызды жақсылап листке теріп шығатын боламыз. Мен жаңағы пиязымыз бен сәбізімізді пісіріп алған соң, азғантайын осылай листке салдым. Соның үстінен осылай голубцыларымызды жақсылап жасап, котлет сияқты ғып жасап аламыз да, листімізге теріп шығамыз. Не осылай дайындап алдым. Енді духовкаға жібереміз.
Егер сіздер қатты сулы, яғни сочный болған қаласаңыздар, фольгаға салып, фольганың бетін жауып, әр жерінен бір тесіп пісірсеңіздер де болады. Мен фольгасыз осылай листке салып, бағанағы пиязымыз бен сәбізіміздің суымен бірге құйып жібердім. Енді духовкаға 180 немесе 160 градуста пісіріп аламыз, яғни 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мен осылай картошканы жақсылап майға қуырып алдым. Ол бірақ міндетті емес, ол өз қалауларыңыз. Міне осылай біздің тамағымыз дайын болды. Бетін әртүрлі өздеріңіз укроп, кинза, петрушкамен осылай сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Жеңіл, пайдалы тағамдарымыздың бірі. Балаларымыз да сүйіп жақсы жейді. Ас болсын.